Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Шымкент қаласында Жұман автокөлік базары. Бұл видеода минивендерді және де Kia, Camry, Audi секілді автокөліктерді көре аласыздар. Hyundai Odyssey 2008 жылғы, объем 3.5, бағасы 7.200.000 теңге. Газ, бензин, келісім бар дейді. Құрметті көрермен, каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Келесіде қандай автокөліктер түсірейін, жаза кетіңіздер. Келесі Hyundai Odyssey'miz 2008 жылғы, объем 3.5, бағасы 7.500.000 теңге. Газ, бензин. Сыртында жұмыстары жоқ, баллондары жақсы, салон таза, саудасы бар. Hyundai Avente 2011 жылғы, объем 1.6, газ, бағасы 5.500.000 теңге. Толығырақ осы жоғарыда көрсетілген нөмірден білсеңіздер болады. Мына кроссоверіміз 2006 жылғы, объем 2.7, механика, бағасы 4.800.000 теңге. Газ, бензин дейді. Қыз келіншектерге ыңғайлы, қолайлы машина. Opel 99 жылғы, объем 2 литр, бағасы 2.900.000 теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Hyundai Sonata 2021 жылғы, 2 литр, газ, бағасы 11 миллион теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Hyundai Accent 2015 жылғы, объем 1.6, автомат, бағасы 5.400.000 теңге. Толығырақ осы көрсетілген нөмірден білсеңіздер болады. Сыртында жұмысы жоқ, саудасы бар, задний вид камерасы бар екен. Мынау Opel Vectra келетін болсақ, 92 жылғы, объем 2 литр, бағасы 1.300.000 теңге. Толығырақ 8771 646 87 87 осы нөмірден толығырақ біле аласыздар. Кореядан әкелінген Hyundai Grandeur 2014 жылғы, бағасы 8.700.000 теңге. Толығырақ 8702 694 11 11 осы нөмірден біле аласыздар.
Hyundai Sonata 2018-жылғы 1.6 автомат, бағасы 6 миллион 700 мың теңге. Кожаный салон. Құрметті көрермендер, қазақша YouTube каналдың дамуына атсалысыңыздар, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Қара түстегі Hyundai Avente 2010 жылғы объем 1.6 автомат, бағасы 5 миллион теңге сұрап тұр екен. Қазір салонын көрсетем. Келесі Grand Euro'мыз 2015 жылғы, бағасы 8 миллион 420 мың теңге. Телефон номер 8702 694 2111. Жылы жаңа 2018 жылы Hyundai Accent, бағасы 6 миллион 820 мың теңге. Объем 1.6. Телефон номер 8700 000 08 43. Сыртында жұмысы жоқ, простой дискіде отыр. Қалпақтар кигізілген, баллондары жақсы. Opel Astra 98 жылғы 1.6 автомат, бағасы 2 миллион 500 мың теңге. Nexia 2 2013 жылғы 1.5, бағасы 1 миллион 900 мың теңге сұрап тұр екен. Желе комплектацияда, сыртында жұмыстар жоқ, 15-тік простой дискіде. Тағы бір Nexia 2 8 клапан, 2013 жылы 1.5, бағасы 2 миллион 300 мың теңге сұрап тұр екен. Кондер жоқ, 4 электропакет, кур, 14-тік простой дискіде.
Hyundai Sonata 2018 жылғы 1.6 автомат 7 миллион 400 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Daewoo Matiz 2007 жылғы 08 механика, бағасы 2 миллион сұрап тұр. Mercedes Luparik 96 жылы 2.8 автомат, бағасы 3 миллион 100 мың теңге. Газ, бензин. Сыртында жұмыстары жоқ. Салоны велюр. Назарларыңызға ВАЗ 2170 Priora 2013 жылғы 1.6 механика, бағасы 1 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. 14-тік штамп простой дискіде. Келесі бізде Audi A6 94 жылғы 2.8 автомат, бағасы 2 миллион 800 мың теңге сұрап тұр екен. Толығырақ осы көрсетілген нөмірден білсеңіздер болады. Audi 80 91 жылы 2 куб механика, бағасы 2 миллион теңге сұрап тұр екен. Сыртында жұмыстар жоқ, тап-таза. Жылы жаңа Lacetti 2023 жылғы объем 1.5 автомат 35.500 пробегпен, бағасы 7 миллион теңге. Полный комплектацияда, салондағы таза, титановый дискіде саудасы бар. Audi S4 91 жылғы 2.8 2 миллион 200 мың теңге сұрап тұр екен.
Toyota 35 2005 жылғы 2.4 объем. Бағасы 7 миллион 100 мың теңге. Hyundai Accent 2021 жылғы 1.6, бағасы 8 миллион теңге сұрап тұр екен, 25 мың пробегпен. Келесі бізде Kia Rio 2014 жылғы объем 1.4 автомат, бағасы 4 миллион 500 мың теңге, пробег 161 мың. Құрметті көрермендер, каналды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Келесіде қандай автокөліктер қызықтырады жаза кетіңіздер. Сіздердің комментарияларыңызға қарап видео машиналарды түсіретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жолыққанша.